Берілген көміртек атомдарының молекулалық құрылымы әртүрлі болатындай байланыса алатындығы. Бұл кей жағдайларда молекулалық формулалары бірдей изомерлер деп аталатын көптеген қосылыстардың болуы мүмкін екендігін білдіреді. Екі немесе үш көміртек атомының дара байланыспен бірігіп, ашық тізбек құруының бір ғана жолы бар. Демек, екі немесе үш көміртек атомнан тұратын алкандардың тек бір ғана құрылымдық изомері болады. Алайда, көміртек атомдарының саны төртеу болған кезде жағдай өзгеше. Олар бутандағыдай сызықтық тізбек немесе екі метилпропандағыдай тармақталған тізбек құралады. Молекулалық формуласы бірдей бұл екі қосылыс көміртек атомдарының дара байланыстар арқылы өзара қалай байланысқандығы бойынша ерекшеленеді. Құрылымдық изомерияның бұл түрі көміртек қаңқасының изомериясы немесе тізбектік изомерия деп аталады. 5 көміртек атомы болатын жағдайда үш құрылым болуы мүмкін. Біреуі сызықтық, екеуі тармақталған. Сол себепті құрамында 5 көміртек атомы бар алканның үш тізбектік изомері болады. N-пентан, 2 метилбутан және 2,2 диметилпропан. Көрсетілген қосылыс пентанның төртінші изомері болып саналмайды. Себебі ол 2 метилбутан